Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте атақты керемет пирог дайындаймыз. Бұл сәбізден жасалатын пирог. Атақты Starbucks-тың пирогы болып саналады. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Дәмі өте керемет шығады және әрине жасалу жолы да жеңіл. Ең алдымен бізге қажетті 3 жұмыртқа, 150 грамм қант. Барлығын жақсылап араластырамыз, яғни миксермен взбивать ету керек. Ол үлкен ақ болып көтерілгенге дейін. Келесі құрғақ заттар ол 250 грамм ұн, корица, мускатный орех және қопсытқыш разрыхлитель және молотый имбирь. Барлығын араластырамыз. Барлығы 1 шай қасықтан. Одан кейін құрғақ заттарды жұмыртқамен араластырамыз. 2 бөліп араластырдым. Қаласаңыз, бірден араластыра салуға болады. Қоюлығы міне осындай болады қамырдың. Келесі бізге 2 сәбіз керек. 2 сәбізді үлкен теркадан өткіземіз. Және де грецкий орех қажет 75 грамм. Бұны ұсақтап тураймын. Енді қамырымызға сәбізді қосамыз. Және 100 мл сұйық май. Және грецкий орехтар, яғни жаңқақтар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қамыр түсі кішкене қоңырлау болып тұрғаны бұл корица мен мускатный орехтан. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бұл өте керемет дәм, қайталанбас. 22 сантиметрлі форманы алдыңа дайындап қойдым. Жан-жағына ұн сеуіп, жабысып қалмау үшін. Енді қамырымызды саламыз. Жақсылап кішкене былай реттеп, әдемілеп жасағаннан кейін 180 градуста ровно 45 минут пісіріп аламын. Мінекей, пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.